Біз барға шүкірлік ететін, намысшыл, сөзге берік халықпыз. Аздың да көптің де берекесін берсін деп отырады анам. Ешқашан ақ пейілмен қонақ қабылдаудан тайған емес. Асыл анам көрген білгендерін үнемі айтып отырады маған. Уәдесінде тұрыпты деген жолдар да қазақ ертегісінде көп кездеседі. Себебі жігіттің ек сөйлегені өлген емес пе? Ойланып көрейік. Уәдеге берік жігіт. Ертеде ағайынды үш жігіт өмір сүріпті. Үшеуі де сіңірі шыққан кедей болыпты. Тапқандары ішіп жеуіне жетпепті. Бір күні шөп шауып, қатты қалжыраған ағайындылар демалып отырса, қастарына бір топ қара торғай келіп қонады. Жерден жемдерін шоқып жүрген торғайларға қарап үлкені: «Шіркін, осындай қаптаған малым болса, өмір бойы кісіні ренжітпей өтер едім» дейді, қауғадай сақалын сипап. Сонда ортаншысы тұрып: «Иә, менің де осындай қора-қора қойым жүрсе, өмірім де адам баласынан аянарым болмас еді» деп армандайды. Кенженісі үндемей отыра беріпті. «Ал сен қайтер едің?» деп сұраған ағаларына: «Маған тұрмысқа тиек боларлықтай азнаулақ тұяғым болса да жетеді. Басымда баспанам, қасымда парасатты жарым болса, мен де ешкімді ренжітпей өмір сүрер едім» деп жауап береді. Олар осылай қиялдап отырып, қастарына келіп тұрған қарияны байқамай қалады. Сақалы тізесіне түскен ақ басты қарияның қалай пайда болғанын білмей, үшеуі де орындарынан атып тұрады. Сонда қария тұрып: «Менің есімім Уәде. Сендердің әңгімелеріңді манадан бері естіп тұрмын. Берген серттеріңде тұрсаңдар, сендерге сый жасаймын. Сен екеуің малды едіңдер ме? Барыңдар, сонау жасыл төбенің астында қора-қора қой жайылып жүр. Бірің қара түстісін, екіншің ақ түстісін бөліп алыңдар» деп күнге шағылысқан ақ таяғын сілтеп қалады. Екеуі арсалаңдап төбеге қарай жүгіре жөнеледі. Қария кішісіне қарап: «Ал сен ана бір түтін шыққан жерден үй десең үйді, жар десең жарды, азнаулақ малды да сол жерден табасың. Бар, тілегіңе жет» деп ақсақал көзден ғайып болады. Осыдан бастап ағайындылардың тұрмысы оңалып, дәулетті өмір кешіп жатады. Тізіліп күндер, жылыстап жылдар өтеді. Бір күні Уәде пейілмен бақытты ертіп, жігіттерді сынайын деп жолға шығады. Алай-дүлей боранда алдымен ағайындылардың үлкеннің үйіне келеді. «Әй балам, құдайы қонақпыз. Мына боранда үсіп өлгелі тұрмыз. Отыңа аяғымызды жылытып шығайық, рұқсат ет» дейді қариялар дауыстары дірілдеп. Малына ие бола алмай долданған жігіт: «Қойым қырылып жатқанда қонақ емес, құдайым болсаң да аулақ» деп ақырады. Сақалдарына мұз қатып, қалтыраған қариялар ортаншысының үйіне келсе, ол да ашуға басып қондырмай жібереді. «Бұлардың сиқын көрдік, енді не болса да кішісінің үйіне барайық» дейді Уәде. Шабалана үрген иттің даусына шыққан үй иесі қонақтарды қолтықтап үйге енгізеді. Ас үстіне түсіп, жақсылап күтеді. Жігіттің жары да дұрыс адам екен. Қариялардың көңілінен шығып, ас суын аямай, жағдайларын жасайды. Ертеңгісін қонақтар жолға жиналады. Сонда Уәде тұрып: «Балам, сый құрметіңе қандық, өлімнен ұят күшті» дегендей, уәдеңе берік, болаттай жігіт екенсің. Аз дәулетке мас болып, дүние қоңыз болып кеткен ағаларыңа ұқсамайсың деп таяғын сілкіп қалады. «Өркенің өссін». Қарияның ақ батасын алған кенже ұл бұрынғыдан да бақытты өмір кешіпті. Содан бері жақсы адамдардың қасына бақыт та, пейіл де қайта оралып, мәңгіге бірге болған екен деседі.